Саламатсыздар ма, құрметті көрермен? Бүгін сіздерге менің ауламдағы ромашкалерді обзор жасағым келіп тұр. Мынау міне ірі ромашка, биыл бірақ ұсақталып тұр. Былтыр одан да ірі болды. Мынау жаңағы ерте гүлдейді. Майдың негізі 15-терінен бастап гүлдейтін еді. Биыл майдың 9-дарынан бастап гүлдеді. Күн жылы болғасын. Дәл қазір бұл уже не істеп жатыр? Қурап. Екінші рет гүлдейді бұл. Гүлдеп болғаннан кейін мына бастарын кесіп тастаймын. Егер көбейткіңіз келсе, осы кесіп алған бастарын қай жерге көбейткіңіз келсе, сол жерге тастасаңыз болды. Сосын сол жерді суарып тұрсаңыз, өзі қурап, сізге күзге дейін кәдімгідей гүлдейтін түп береді бұл. Бір жақсы жері жақсы көбейеді. Болмаса түбінен де алуға болады. Мына жердегі осының бәрі өзі тұқымнан шыққан бәрі. Мен тек қана бір кішкентай ғана түп сатып алған едім, бір түп. Содан шыққан. Енді білесіздер, ана жерде менде рабуста бар, сол жерге мен осы ромашканы көбейткім келеді. Келесі ромашкалер бар, оларға да қазір обзор жасаймын. Екінші ромашка міне мынандай нежный сиреневый цвет. Оны да мен бір түбін алған едім. Былтыр гүлдеген жоқ. Түбі көбейді, басқа жерге де отырғызып қойдым. Биыл бірінші гүлдеуі өте әдемі. Әлі гүлдейтін сабақтар көп. Негізі бұлар ромашкалердің бәрі екі қайтара гүлдеу керек. Келіп көреміз. Тұқымнан көбейе ма, оны да енді бұйырса келесі жылғы болмаса күзгі обзорларда айтатын боламын. Бүгінгі көп жылдық ол ромашка мына жерде бар жорный. Маусым айынан бастап гүлдейді бұл. Мына бордюрный ромашка мне өте жақсы гүлдеп жатыр. Алдыңғы видеода бастап көрсеткен едім. Мына жерде қазір уже бәрі почти гүлдеп болып жатыр. Осылай дөңгеленіп, әдемі болып өседі. Мына жерде лавандамен бірге өсіп тұр. Мына ромашка міне басында кішкентай болады екен, ашылғанда қазір міне мынандай бір 5 елдей болып ашылады екен. Биыл өте үлкен болып тұр. Былай да метр, былай да метр сияқты. Ені де, биіктігі де. Өте әдемі. Биыл бұл жерге 3-ші жыл болу керек. 3 жылда осылай үлкен болып кетті. Биыл бірақ азайтатын боламын. Өткені мына розалыны қысып тастады бұл. Және қасындағы жаңағы нем колокольчигім көрінбей қалды. Сол себепті азайтатын боламын. Бұл ромашка енді мынандай бутон болып ашылып кеткенде жақсылап уладым. Сол себепті әйтеуір мына жеріне жеп барынша жаңағы аленкалар я осының ішінде өліп қалады, я құлап қалады. Сонымен осылай өсіп жатыр. Бұл ромашканы басқа жерлерге де розалармен араластырып отырғызым келіп тұр. Многолетний ромашкаға ұқсайтын гүл бар. Атын ұмытып қалып тұрмын дәл қазір. Бұл өте тұқымдарын ромашкалар сияқты шашып өседі. Және түбі де қыстайды егер жауып тастасақ.
жабу керек екен. Шөппен болсын, сондай бір нәрселермен жауып тастау керек. Сонда жақсы қыстайды. Осы міне маусым айының басынан бастап гүлдеп бастады. Гүлдері өте ұсақ, жаз бойы гүлдейді. Қыс түскеншеге дейін гүлдейді негізі. Биыл менде бұл екінші жыл гүлдеп тұр. Атын тапсам, бұның жазатын боламын.